Саламатсыздар ма? Осы жас ғалым зерттеу жобасының қатысушысы Хромтау ауданы Сарсай орта мектебінің 7-ші сынып оқушысы Ағашбай Ислам. Жоба тақырыбы күре тамыр ұлттық құндылық пен салт дәстүріміздің айнасы. Осы тақырыпты таңдау себебім Зейнеп Ахметованың күре тамыр кітабын оқып шықтым. Осы кітаптың ішінде мен білмейтін және ұмытылып бара жатқан дәстүрлер өте көп екен. Сол дәстүрлерді тереңірек оқи келе осы тақырыпты таңдаған болатынмын. Зейнеп Ахметова ұлт жанашыры. Зейнеп Ахметова Бауыржан Момышұлының келіні, Бауыржан Момышұлының жұбайы болып келеді. Күре тамыр еңбегі халқымыздың ұмыт болып бара жатқан құндылықтарын қайта жаңғыртуға арналған бірегей туынды болып келеді. Осы Зейнеп Ахметова өз шығармашылық жолында шуақты күндер, күре тамыр және бабалар аманаты деген өз туындыларын жазып шыққан болатын. Осы күре тамыр шығармасының ішінде 50-ден астам салт дәстүрі мен 50-ден астам әдет-ғұрыптарын толық түсіндірмесін жазып өткен болатын. Жұмыстың мақсаты зерттеу, шығармадағы көне салт дәстүрлердің мағынасын терең зерделеу, тәрбие, дәстүрлердің бала тәрбиесіндегі алатын орнын айқындау және дәріптеу, ұлттық мұраны келесі ұрпаққа насихаттап жеткізу. Жұмыстың міндеттері: шығармада аталған салт дәстүрлердің қолдану аясын жан-жақты зерттеу және қолданыстан шығып қалған немесе ұмытылған көне дәстүрлердің мағынасын ашу және салт дәстүрлердің бала тәрбиесіндегі маңызына ғылыми-педагогикалық тұрғыдан тоқталу. Жиналған мәліметтерді жүйелеп қорытынды ұсыныстар дайындау. Осы кітапта жазылған көне дәстүрлердің бірі тоқым қағар, бүйрек сыбаға, көгентүп және танабау. Тоқым қағар бұл алыс сапарға кеткен жолаушының үйіне барып көрпе қағады. Көрпе қаққан себебі өткені жолаушылар аман есен және тез келсін деп көрпелерін сілкейді. Көгентүп бұл жасқа толған баланың ата-анасымен қонаққа еріп баруы және сол қонаққа еріп барғанда қонақ иелері сол жасқа толған балаға бұзауын, қолын, қозы, лақ атайды. Бауыржан Момышұлының Мәскеудегі қызы Елена осы Қазақстанға келгенде көгентүп атаған болатын. Және бүйрек сыбаға бұл қысқы соғым сойылған кезде ауылдың ақсақалдарына сыбаға беріп жібереді. Сол сыбағасын дәмін татсын деп және өз тума жекжаттарына да осы еттің сыбағаны асып береді екен. Және танабау бұл ұмытылып бара жатқан дәстүрлердің бірі болып келеді. Бұл жас бала сапарға шыққан кезде сол кезде жолаушылар тума жекжаты оған жолын ашық болсын, жақсы адамдар кездесін деп өз сөздерін, тілектерін айтады екен. Зерттеудің өзектілігі: ұлттық мұраны сақтау 100%. Неге бұл маңызды? Қазақ ұлттың кез келген халық осы кезге дейін салт дәстүр арқылы танып білген болатын. Алайда жаһандану дәуірінде бұл құндылықтарды ұмытылып барады. Әрбір қазақ баласы ата-баба дәстүрін терең біліп, оны өмірде қолдана білуі тиіс. Бұл біздің ұлттық кодымыз. Және мен ауыл тұрғындарынан және оқушылардан бір сұхбат алған болатынмын. Сауалнама, яғни қазақ дәстүрлерін қаншалықты біледі екен деп сауалнама жинаған болатынмын. Және ең көп дауыс жинаған бұл білемін деген 80% ауыл тұрғындары біледі екен. Және көп орташа білемін дегеніміз бұл 10%. Және біле білмеймін деген ол да 10% жинап тұр. Жұмыстың жаңалығы: біздің зерттеуіміздің басты ерекшелігі күре тамырдағы ұмыт болған салт дәстүрлерді заманауи тұрғыдан дәріптеу,
дәріптеуіміз. Көне сөздер мен ұғымдардың түсіндірмесі, отбасылық құндылықтарды нығайту жолдары және нығайту жолдарын деректерді жүйелеу. Зерттеу әдістері. Осы мен мәлімет жинау барысында ақпараттарды жан-жақты қарастырып және материалдарды толықтай талдап шыққан болатынмын. Зейнеп Ахметованың сөзі: салт дәстүрі жоқ халықтың болашағы бұлыңғыр. Салт халықтың жиған терген рухани қазынасы, оны сақтау әрбір ұрпақтың парызы, деген екен Зейнеп Ахметова. Және көне дәстүрлер мен олардың мәні. Құрсақ шашу, аяғы ауыр келінге көрсетілген құрмет. Тәрбиелік рөлі, ана мен бала денсаулығына қамқорлық. Және жарыс қазан, босану сәтінде жасалатын жоралғы. Психологиялық қолдау және жеңілдік тілеу. Бесікке салу, сәбиді алғаш рет киелі бесікке бөлеу. Тазалыққа және тәртіпке және ұлттық әуенге баулу. Және соңғысы тұсаукесер, баланың алғашқы қадамына бата беру, болашақ жолының ашық болуын тілеу. Қорытындылай келе, Зейнеп Ахметованың Күре тамыр шығармасы қазақ халқының рухани болмысын ашықтайтын құнды бір еңбек деп те айтсам болады. Осы зерттеу барысында біз ұлттық құндылықтардың бала тәрбиесіндегі маңызын зерттеп өткен болатынбыз. Түйіндегіле, әр қазақ баласы өз салтын насихаттап, оның дәріптелуіне үлес қосу керек. Бұл біздің басты міндетіміз болып келеді. Назарларыңызға рахмет.